ухоженная, әдемі, жас көрінетін қызбын, Құдайға шүкір, я с этим горжусь. Так что мен никогда өзімнің жылымды скрывать етпеймін, потому что я намного моложе выгляжу. Сен ойлансай, 22 жастағы жігітпен свиданияға шыққан болды ғой. Айтпақшы, мен артынан шын өңкей сондайлар жүгіреді. 21 кеше есі дұрыс емес, 2007 жыл. Біреу гостиға жібереді да, қабылдайсам, сөйтсем, дауысы кішкентай сияқты. Сен қаншадасың, қай жылғысың десем, тәте мен 2007-мін дейді. Есі дұрыс емес па, шық эфирдан дейсің. 1045 рет сұрадық қой дейді. 30-дан асқанмын, 1-2 жас. Көрсетіп өтші. Қазір мынау кішкене зарядты алсыншы. Солай достар, Аллаға мында бір шүкір айтып жүріңдер. Оказывается, адам деген мына өмірден шарша кеттім. Қашан осы ақшаға жетеді екенбіз, қашан үйім болады екен. Жетпейді бәрі, кредит, Құдай надоелым шығып кетті уже деп айтсаңдар, оказывается, Құдай саған 1000 рет сен қиындық деген не екенін білмейді екенсің дейді екен да, саған 1000 қиындық беріп қояды екен. Когда әрбір күнне Алла, шүкір осы күніме шүкір, бүгін қарным тоқ болды, бүгін жейтін тамағым, жататын орным болды, да, вот, 2 қолым, денем бәрі бүтін, бүгін аман есен ояндым десеңіз, осы күніме де шүкір десе, Алла Тағала айтады екен, сен осы күніңді сен шүкір деп тұрсың ба, давай мен саған бұдан да күшті күн берейінші деп айтады екенші, сөйтеді екен да, сен байисың. Понимаешь, денсаулығында мықты болады. Мен өзім современныймын ғой, бірақ все равно әрқайсыңыз жүрегімізде Алла деген ұғым бар ғой, вот. Всегда вот Алланы еске алыңыздар, всегда шүкіршілік айтсаңдар, всегда сендерге береді. Шын, мен өзім негізі бар ғой, айтайын ба, айтпай-ақ қойын ба, енді өзім өмірім жайында айтпай-ақ қойын, бірақ өте қиындық көріп өскен адаммын да, өте қатты қиындықты көрдім мен өмірде. Бірақ мен всегда шүкір деп, я зарядкада тұрмын, шүкір деп сөйтіп жүрдім да. Например, мен кезінде даже автомойкада машина жуған адаммын ғой, посудомоечница болып та істегем. Бірақ Аллаға шүкір, қазір Алла маған ақырындап беріп жатыр. Өміріме мен жігітімді кездестірді да, который вот 2,5 жыл жүріп жатқанда, ол маған барлық жағдайыма көмектесіп жатыр, Аллаға шүкір да, вот. Мен никогда ойламағам, маған ондай жігіт қарайды деп. Өзінің компаниясы бар, образованный, воспитанный, состоятельный, семьядан, әдемі сондай жігіт маған қарайды деп никогда ойламағам. Вот. Зато маған Құдай берді. Вот видите? Вот. Мен де кезінде сендер сияқты 18-17 болғанда мен ойлайтым, ой қойшы, өмір деген алда ғой, анау-мынау деп. Оказывается, қалай осындай жасқа келген білмей қаласың. Өмір тез өтіп кетеді екен да. И уже 30-дан кейін как будто өмір тез өтіп жатқан сияқты. Жаңағында мен вроде ұйқыдан тұрып жатқан сияқты едім да, уже кеш батып кетті, прикиньте. Вот сол үшін өмір өтеді да кетеді, так что сол үшін ғой сіздерге айтып жатырмын, ақшаларыңызды жинаңыздар деп. Просто кейін ақыл айтатын адамды таппай қаласыздар. Мен ол көре алмаушылық ондай емес, маған да еш нәрсе жібермей қойыңыздар, мен ешкімге еш нәрсе, маған ешкім обязан емес. Ойлаңыздар, бір розаның өзі 7 теңге ма, сондай, я? Қанша теңге, достар? Роза қанша теңге тұрады? TikTok жартысын алады, қанша теңге өтседі роза? Ну, примерно сендер біреуге 10 роза да 20 роза берсеңдер. Қанша?